гербицид. Бұл батпалы ортаға тепші электрлік қозғалтқыш сорабының схемасы. Бұл жерде токпен осы арқылы лебедка арқылы тоқтарды шатастырмау үшін не етеді. Құбырға не тұрады? Бұл тоқ. Кабель? Кабель арқылы жерге түседі. Сосын қосылады. Не істейді білмеймін. Электрқозғалтқыш қолданбасқа қозғалтқыш қайда? Қозғалтқыштың көбеюімен двигательдің жұмыс принципі, істеу принципі. Сен орысша айтасың, электродвигательдің істеу принципі қандай? Любой жерде бар двигатель. Двигатель істеу принципі. Сосын белгілі айтылған жұмысты уақытында істеу керек. Уақытынан асып не кем болмау керек. Сондай сәт түрлеріне қандай түрлерін біз? Сыр жағына қалай? Скважина дегеніміз не? Скважина дегеніміз диаметрі тереңдігінен бірнеше есе кіші тау-кен құрылысы. Скважинаның құрылысы неден тұрады? Скважинаның құрылысы. Конструкциясы бар. Конструкциясы. Төрт бөліктен тұрады. Коллектордан тұрады. Коллектор. Жоқ, кондуктор. Кондуктор. Бірінші бағыттау кетеді. Бірінші бағыттау кетеді. Кондуктор кетеді. Сосын не жібереміз? Пайдалану құбыры. Техника орында екен, аралы пайдалану кетеді, сосын пайдалану құбыры. Пайдалану құбырымен не істейміз біз? Мұнайды алып пайдалану. Мұнайды пайдалану құбырынан алып көтереміз. Енді несіне түсіп келеді? Жоқ, айтылмай қалама деп міндет тақымды қысып отырмын. Қашан есікті. Кейбір жағдайда жерлерде мұнайдың атқылап қара өзен болып тұрған екен, ал кейбір жерлерде жанған отындар ұзақ бойы от болып қалған екен. Сол кездерде адамдар оларды құдіретті күш ретінде таныған. Алғаш орыс ғалымы химик Менделеев мұнайды зерттеп бастаған. Оған мұнайдың қышқылдарын зерттеуіне көп үлес қосты. Қазіргі кезде мұнайсыз жұмыс істемейтін механикалық құрылғы жоқ. Мұнайдан керосин, бензин және тағы басқа құрылғыларды алуға болады, шикізаттарды алуға болады. Мұнайдың майларынан газолин, парафин және сияқты мұнай майларын алуға болады. Газолин қазіргі кезде жеңіл майлар болғандықтан көп қолданылады. Парафинді көбінесе қышқылдарда әтірлерге көп қолданады парафиндерді. Ең бастысы мұнай Батыс Қазақстан облысында көп шыққандықтан Северцев атты зерттеуші Батыс Қазақстанда зерттеді. Ол алғашында зерттегені Атырау облысын зерттеген екен. Сол кездегі Атырау облысын